Құрметті әріптестер, бүгінгі семинарымыздың тақырыбы мектеп жасына дейінгі балаларды ұлттық ойындар арқылы адалдыққа тәрбиелеу. Мақсаты балалардың бойында адалдық, әділдік қасиеттерін ұлттық ойындар арқылы қалыптастырудың тиімді жолдарын көрсету, тәрбиешілердің кәсіби тәжірибесін байыту. Міндеті ұлттық ойындардың тәрбиелік мәнін ашу, тәрбиелеу үрдісіне тиімді қолдану жолдарын көрсету. Бүгінгі қоғамда жеке тұлғаны адамгершілікке тәрбиелеу, яғни балаларды жақындарына мейірімділік пен әдептілік, жанашырлық пен қамқорлық, адалдық пен шыншылдық танытуға, жалпы азаматтық құндылықтарға баулу мәселесі өзекті болып отыр. Мектепке дейінгі жаста бұл мәселені шешу өте маңызды. Өйткені бұл кезеңде қалыптасатын тұлғаның адамгершілік қасиеттері, түсініктері балалардың барлық әрекеттеріне ықпал етеді және мектеп жасында адамгершілік тәрбиені табысты жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Тәрбие мазмұнын айқындауда біртұтас тәрбие бағдарламасы әзірленіп, биылғы оқу жылында адалдық әліппесі енгізілген болатын. Оның өзектілігі бағдарламада ұлттық құндылықтарды негізге ала отырып, қабілетті, білімді, адал ұрпақты тәрбиелеуді көздейді. Адалдық ұғымы шындықты айту, әділ болу, өз іс-әрекеттеріне жауапкершілікпен қарау, біреудің ақысын жемеу дегенді білдіреді. Адалдық қасиеті қалыптасқан бала шыншыл болады, ережені сақтауға үйренеді. Балабақша жасындағы балалар үшін адалдықты түсіндіруде ойын ең тиімді әрі табиғи құрал. Ұлттық ойындар асық ату, ханталапай, күміс алу, тағы да басқа ойындарда әділ ойнау, кезек күту, жеңілісте де әділ қабылдау қалыптасады. Ойын арқылы адалдыққа тәрбиелеу баланың жас ерекшелігіне сай тиімді әрі нәтижелі әдіс. Ойын баланың жүрегіне жол тауып, адалдық ұғымын өмірлік дағдыға айналдыруға көмектеседі. Ұлттық ойындар баланың дене дамуына ғана емес, ең алдымен адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына ықпал етеді. Соның ішінде адалдық, әділдік, шыншылдық сияқты қасиеттер ұлттық ойындар арқылы қалыптасады. Ойын арқылы алынған тәрбие баланың санасына жеңіл сіңіп, күнделікті өмірінде көрініс табады. Ұлттық ойын арқылы тәрбиеленген бала шыншыл, әділ, рухани бай тұлға болып қалыптасады. Қорытындылай келе, ұлттық ойын арқылы бала адал болудың мәнін түсініп, оны күнделікті өмірінде қолдануға дағдыланады. Ұлттық ойындарды жүйелі пайдалану арқылы біз ұлттық құндылықтарды сақтай отырып, саналы да адал ұрпақ тәрбиелей аламыз.